бөдене багыштаган өтө кызыктуу экен да. Мен мына техникага жетишип калган мезгил интернетке кирип отуруп, Россияда, Украинада бөдене баккандарды окуп калдым да. Анан караштырып көрсөм, бизде дагы багы баштаган экен. Биринчине 50 алып келдим. Чөжөсүнөн бир күндүк. Ошолорду көбөйтүп, анан жанагы интернет караштыруудан карап туруп, мынандай брудер жасап. 50-ни ушул жерде бир Исраилжан деген бир дос бар, ошодон алып келдим. Оштон Кашкар штаттан болот. Андан кийин мына ол эң негизгиси брудер керек экен да. Брудердин ичинде кургак, таза, анан жем суусу болсо эле жакшы багылат экен да. Анан бул жерде мен интернеттен алсам, бул жерде мында ачылып жасалган брудерлер экен. Мен болсо муну биздин эски советский буфеттер бар мындай. Ушундай буфеттердин принцибин алдым дагы айнектен кыркып туруп жасап койдум. Бул бир эсебинен жарык да болот экен, таза көрүнүп турат экен прозрачный. Анан ушундай жасап, мына ар бир брудерде 100дөн багылат. Мындай эки этаж кылып коюп коем. Мында чоң да бар, кичинеси да бар. Бул жерде бир күндүк бөдөнөнү чыгарып 20 күнгө чейин ушул жерде болот. 20 күндөн кийин анан атайын сеткага чыгарылат. Сеткада 1,5 айга чейин болот, кармалат да, 1,5 айдан кийин клеткага чыгарылат. Клеткада тууп баштап, ошол боюнча клеткада чоңоёт. Анан мына брудердин эң негизги нерсеси тазада атайын поилкалары бар, кормушкалары бар. Кыктарын астына түшөт, кыктарын астынан тазалап коебуз. Бөдөнөлөр өзү таптаза турат да. Булар эми тоокторго окшоп, башка канатка окшоп, оорусуп калса азыраак болот экен. Башында бир аз эле жанагы витаминдер, чиктониктер берип коебуз. Энерон, Байкокс деген. Болду. Ошолорду ичкенден кийин баягы ичи карындагы курт немелерди жок кылат экен, витаминдер муну көтөрөт экен да. Анан жеми сөзсүз өзүнүкүн бериш керек. Bunlar уже туутка киргендегилери. Булар уже 45 күндөн 60 күнгө чейинкилери да. Булар жөжө болуп чыккандан кийин алды 45 күндө, калгандары ушу 60 күндүн ичинде, 2 айдын ичинде бардыгы жумуртка кирет экен. Тооктор болсо 8 ай, 1 жыл дегенде кирет. Булар 45 күндөн 60 күнгө чейин бардыгы тума кирип кетет экен. Бул жерде мына жогору жагында кармушкалары, жем салынат. Бул жерде тууп тутумдар түшөт, бул сеткалардын кулон менен. Тууганда тоголон бул жерге келип түшө берет. Мунун астында болсо, атайын мына кыктары чыгат да, таптаза тазаланып турат. Бир жумада 2 жолу тазалап коебуз. Мына жерде 5 ярус, аркемисинде 20дан 100 бөдөнө ошо бир клеткада. Мындайдан катар-катар кылып койсок, чоңое беришет. Эми кароо абдан эле жеңил экен. Таза кармап, суусун, жемин убагында коюп турса эле билинбестен чоңоет экен, туткундарды бере берет. Бул жактагылары мурдагы поколение. Бул чоңдору. Булардын шеликтери сатылып бүттү. Бир 300дөн ашык бар эле, булар сатылып бүттү. Союлду. Булар эми жаңыдан туутка кирген. Жок, булардын сайраганы башкачараак. Мына азыр угулат го, жана болот керек, уксаган керек. Табигый жердегилер башкачараак сайрайт да, булар башкачараак сайрайт. Анан буларды көп чыгарыш үчүн инкубатордо чыгарылат да. Бирден бастырганда булар эми үлгүрбөйт, ошон үчүн инкубатордо тегиз чыгарылат. Эми инкубатордун түрлөрү бар. Ал жерде 48 чыгат, 96, 104, 200, 300, 1000ге чейин чыгарса болот да, ал инкубатордун объемуна жараша. Эми бизге мына Кудайга шүгүр балдарды дагы небелерде үйрөтүп атам. Кароосу жеңил экен, мына балдар эле карап коет. Жемин берип коет, түгөгөндө жумурткаларын жыйнап коет, суусун мына бул жакта атайын поилкалары бар. Шу поилкаларга заправка кылып коет. Мына жерден атайын мына резина менен коюп туруп, мына. Толтуруп туруп коюп коебуз. Бул жерден бир уровеньде тура берет, иче беришет. Анан эми инкубатор менен круглый год чыгарсак болот. Мына мисалы үчүн мынадан мурда 3 поколение чыкты. Буларды мына кызыл каяга алып кетти.
Ноқатқа алып кетті, Мырзакеге алып кетті, Қызыл суға, Төлейкөнге, Қара суға салысып барлық жерден келіп, мынандай бірден бурдер жасатып, бірден клетка жасатып, көжелерден 100-ден, 50-ден шunday алып кетеді. Азыр мына бургерде тұрғандар 6-шы, почти 7-ші поколение кетіп жатыр. Азыр 8-ші шығады уже. 420 дайыр болып қалды. Алар шықса, бұларды сеткаға шығарамыз дағы, бұл бургерге жаңа шыққандарды кіргіземіз. Тиге сеткадағыларды мынандай клетка шығарамыз, алар жұмыртқа береді, еркектері сойышқа кетеді. Анан әрбір 4 мындай максына бірден қороз қошауыздағы 20-дан қырып, әрбір клеткаға салып қоямыз. Туй береді, заказчиктер келсе жұмыртқасын береміз, сойып келсе өзін сойып береміз. Бұлар жылулықты жақсы көреді да, қышында судағы 18 градустан түсірмей қармаймыз. Азыр енді мына ешіктерді ашып, терезелерді ашып қоямыз. Өте өсіп кетсе вентилятор қылып қойышымыз керек. Анан бұлардың өзінің денесінің температурасы 42 градуста. Мына көпчілігі өзілі үш помещениені ыстып еді да. Анан қышында өте қатты суық болған еді, бір плита жағып қойып аттым. Кейде ғана. Болмаса бұлар өздерінің денесінде 42 градус ушунча бөлені өзілі помещениені жылытып тастайды да. Мүмкін болсынша чақанырақ помещение болғаны жақсы да. Бұларға 45 күнден башта 60 күн тегерегенде бардығы ұрғашылары жұмыртқа кіріп кетеді да. Анан ошол бір сезонда, мысалы үшін бір жылда 250-ден 300-ге чейин жұмыртқа береді екен. Біреусіз. Емі арасында кейбір ғана бағы инвалид деп қойған бұл жағандай олар сонда болып қалышы мүмкін. Аларды сорттап алып қойсақ болады да. Бұлар күніне болса 2 күнде бірден туй береді. Жұмыртқа тынымсыз. Мысалы үшін клеткадан 100 болса, бардығы жапырып жұмыртқа керек тұрған болса, әркімсінен әрбір клеткадан, әрбір полкадан 15-тен шығып тұрады да. Азыр жалпы саны азыр 500-дің теңгерегінде да. 20 күннен кейін бұларда жұмыртқа кереді құда қалса. Мына сыртта азыр шығарып қойдық, алар анда 15 күннен теңгерегінде тұрады да. Бұлар şu жұмыртқаға тез кіреді екен да. Азыр мына енді шығып келеді жақында. Алардағы 45 күнде жұмыртқа кіреді да. Мынау жерге полкалар тұрады құда қаласа. Енді бұл әрекет қылып, қышқа чейін 1000 туар қылып қойын деген ойым бар. Жендерін растап қойсам, балдар дәлі келіп шығып қарап қойырып, жеңіл екен да. Анан бұл бөденелер негізінен ұрыстағы тойғанда, енен тұрғанда еркектері сайрайды. Мына азырқы сайрапқан еркектер.